Сәлем достар, сіздерді EasyKZ арнасынан қайта көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз дивидендтік табыстылық жайлы сөз қозғаймыз. Егер сіз инвестор болсаңыз, немесе инвестор болуды көздеп жүрсеңіз, дұрыс инвестициялық шешім қабылдау үшін дивидендтік табыстылықты білу өте маңызды болып табылады. Бұл видеода дивидендтік табыстылықтың не екендігін, олардың маңыздылығын және ең бастысы оны қалай өзіңізге есептеуге болатындығын көрсетіп түсіндіретін боламын. Егер сіз инвестор болсаңыз, немесе болуды көздеп жүрсеңіз, бұл видео сізге арналады. Тақырыпқа кіріспес бұрын, сіздерге қолдау ретінде лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Ал егер арнаның жаңа көрермені болсаңыз, арнаға тіркеліп қойыңыз. Алда әлі ақпаратқа толы қызықты видеолар шығаратын боламын. Тақырыпты ең басты сұраққа жауап алудан бастайық. Дивидендтік табыстылық дегеніміз не? Ол дегеніміз инвестордың акцияға инвестициялауының негізінде ала алатын дивиденд түріндегі табысы. Қарапайымырақ тілмен айтсақ, ол акцияға инвестициялай отырып, дивидендтің өзінен ғана қанша қайтарым ала алатындығыңызды көрсетеді. Неге біз дивидендтік табыстылықты қарастыруымыз керек? Оның не қажеті бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы айтқанда, ол инвестициялаудан сіздің қандай потенциалды табыс ағымын күтуге болатындығыңызды көрсетеді. Үлкен дивидендтік табыстылық табысты көбірек табуға ұмтылатын инвесторларды қызықтыруы мүмкін. Ал керісінше, аз дивидендтік табыстылық компанияның әлі өсуге деген потенциалының жоғары екендігін көрсетеді. Сол себепті компанияның өсімінен табыс көргісі келетін инвесторлар үшін қызық болуы мүмкін. Осы балансты түсіну кез келген инвесторға диверсификацияланған және табысты портфель құруға көмектеседі. Енді ең негізгі сұрақтардың бірі дивидендтік табыстылықты есептеу туралы айтайық. Оны есептеу өте оңай, және оны есептеу үшін біраз ғана ақпарат керек. Біріншісі, бір акцияға төленген жылдық дивиденд көлемі, және екіншісі акцияның ағымдық бағасы. Дивидендтік табыстылықты есептеу үшін жыл көлемінде төленген дивиденд суммасын акция бағасына бөліп 100-ге көбейтеміз. Мысал ретінде, Coca-Cola компаниясының дивидендтік табыстылығын есептейік. Компания әрбір 90 сайын әрбір акцияға $0,46 көлемінде дивиденд төлейді, ал акцияның ағымдағы бағасы шамамен $58. Дивидендтік табыстылықты есептеу үшін компания әрбір 90 сайын, яғни жылына 4 рет $0,46 дивиденд төлегендіктен 4-ті 0,46-ға көбейтіп, акцияның ағымдағы бағасы, яғни 58-ге бөлеміз. Шыққан санды 100-ге көбейтеміз. Шыққан сан бізде 3,17 саны. 3,17 саны акцияның дивидендтік табыстылығы болып табылады. Енді сіздер дивидендтік табыстылықты оңай есептей аласыздар деп сенемін. Алайда, дивидендтік табыстылықты есептегеннен кейін, одан шыққан санның нені білдіретінін білу одан да маңызды. Сонымен, қандай дивидендтік табыстылық норма болып табылады, және шыққан сан нені білдіреді? Әрине, норма ол компанияның қандай индустрияға жататындығына, экономикалық жағдайларға байланысты. Мысалы, S&P 500 индексінің дивидендтік табыстылығы тарихта 2-4% аралығында болған. Сіздерге қазір дивидендтік табыстылық көрсеткіштерін түсінуге арналған қысқаша жалпылама нұсқаулық бергім келіп отыр. Егер дивидендтік табыстылық 2%-дан төмен болса, ол төмен болып есептелінеді. Алайда, дивидендтік табыстылығы аз деп, бұл компанияларға инвестициялаудан қашудың қажеті жоқ. Себебі, бұл компанияның жылдам өсіп келе жатқандығының индикаторы, яғни көрсеткіші болуы мүмкін. Мұндай компаниялар тапқан табыстарын өз инвесторларына дивиденд төлеуге емес, керісінше өз бизнестеріне қайта инвестициялап, компанияның одан әрі дамуына жұмсайды. Бұл өте көп кездесетін практика болып саналады. Көбінесе IT тех компаниялар осы практиканы көп қолданады. Дивидендтік табыстылық 2 және 4% арасында болса, ол орташа дивидендтік табыстылық болып саналады.
Осындай көлемдегі дивидендті көбінесе әлдеқашан қалыптасқан, үздіксіз дивиденд төлеу тарихы бар, нарықта өз орнын тапқан компаниялар төлейді. Көптеген инвесторлар табыс пен өсім арасында балансты табу үшін осындай дивидендтік табыстылық аралығындағы компанияларды іздейді. Мысалы, Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, Johnson & Johnson компанияларын осы санатқа жатқызса болады. Дивидендтік табыстылығы жоғары компанияларға 4%-дан артық дивиденд төлейтін компаниялар жатады. Әрине, бұл компаниялар табысты көздейтін инвесторлар үшін тартымды болуы мүмкін. Алайда, ондай компаниялар сонымен қатар жоғары тәуекелмен байланысты болып табылады. Жоғарғы дивидендтік төлем кейде инвесторлардың қаржылық жағдайына алаңдаушылық тудырғандықтан инвестицияларны көбірек қайтарым талап етіп жатқандығын білдіруі мүмкін. Немесе, жоғарғы дивидендтік табыстылық компанияның өз қаражатын дамуына емес, тек инвесторларға төлеп жатқандығын көрсетеді. Ондай жағдайда, әрине, компанияның болашағы ұзақ болмайды. Әрине, жоғарғы дивидендтік табыстылық міндетті түрде алаңдаушылық тудыруы керек деп кесіп айтудың қажеті жоқ. Егер сізді компания қызықтыратын болса, компанияның бірінші қаржылық жағдайын қарастырып алған жөн. Міндетті түрде инвестициялық шешім қабылдамас бұрын компанияға өз зерттеуіңізді жүргізіп үйреніңіз. Инвестициялау әрдайым тәуекелмен байланысты екендігін ұмытпаңыз. Сонымен, сіздер дивидендтік табыстылықты есептеуді, оны есептеудің не қажеттілігі бар екендігін түсіндіңіздер деп сенемін. Видео ұнаса, лайк батырмасын басып кетіңіздер. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Ал егер сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырып, сұрақ қойсаңыздар болады. Инвестицияларыңыз сіздерге көп табыс әкелсін. Назар салып, видеоны соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.